Сот беделі халықтың нық сенімі, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде соттардың атқарар рөлі орасан. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін республика аймағында ірі реформалар жүзеге асырылды. Соның бірі ел президентінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының кейбір соттарында мамандандырылған соттарын құру және тарату туралы жарлығымен республика аумағында қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар құрылып қызмет етуде. Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты заң үстемдігін сапалы қамтамасыз етіп, республикада үлгілі қызмет етіп келе жатқан соттардың бірі. Тарихтан сыр тартсақ, қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық соттар Қазақстанда 2010 жылдың қаңтар айынан бастап құрылған. Олардың соттылығына аса ауыр санаттағы қылмыстық істер жатқызылған. Сондай-ақ бұл соттар алқабилердің қатысуымен де істерді қарайды. Мұндай соттардың құрылуы мамандандыру мәселелерін оңтайлы шешуге және судьялардың біліктілігін арттыруға, соттарға жүктемені азайтуға және сот қызметінің тиімділігін арттыруға, сондай-ақ соттың бірқатар құрылымдық мәселелерін шешуге ықпал етті. Мамандандырылған қылмыстық соттардың құрылу мақсаты сот жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Аталған сот бірінші сатыдағы сот болып табылады, яғни қылмыстық қудалау органына келіп түскен қылмыстық істерді мәні бойынша қарап шешім қабылдайды. Қылмыстық соттың соттылығына аса ауыр санаттағы қылмыстық істер жатады. Аса ауыр санаттағы қылмыстық істер дегеніміз жаза мөлшері 12 жылдан жоғары бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы көзделген қасақана іс-әрекеттер танылады. Нақтырақ айтқанда адам өлтіру, кәмелет жасқа толмағандарға зорлық зомбылық көрсету, ірі мөлшердегі есірткі саудасы, терроризм, аса ірі мөлшерде пара алу, ұйымдасқан қылмыстық топты құру сияқты қылмыстық істер жатады. 2007 жылдың қаңтар айынан бастап қолданысқа енгізілген биліктің бір тармағы алқабилер институты құрылған болатын. Алқабилер сотын енгізудегі негізгі мақсат сот жүйесінде демократиялық талаптарға жол ашу, сот отырысындағы ашықтыққа қол жеткізу. Бұл аталмыш институттың қоғам үшін қажеттілігін заман талабына сай туындағанын, яғни алқабилер соты туралы заңның дер кезінде орынды қабылданғанын көрсетсе керек. Мамандандырылған қылмыстық істер жөніндегі соттың жұмысы өте күрделі. Мұнда күн сайын елдің үрейін қашырып, қоғамды дүрліктірген сұмдық оқиғалардың ақ-қарасы шешіледі. Соттың құзыретіне өмірбақи бас бостандығынан айыру және өлім жазаларын тағайындау кіреді. Сот тарихында 2 рет өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы қолданылған. Соның бірі 2013 жылы Атырау облысының Қиғаш ауылында 50 жастағы ерлі зайыптыларды аса қатыгездікпен өлтіруді ұйымдастырушы өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Сот тарихынан мұндай істердің түр-түрін айтуға болады. Ал осы бір қиын жұмыстың артында біз бен сіз секілді қарапайым жандардың өлшеусіз еңбегі жатқанын біле бермейміз. Қазіргі таңда сотта штаттық кестеге сай 3 судья, 10 маман қызмет етеді. Сот төрағасы Хамидуллина Зарема Каримқызы күнделікті жұмысын бақтағы жаңалықтарды шолудан бастайды. Кейін ақпараттық жиналыстар өткізіп, тапсырмалар мен міндеттердің орындалуын қадағалап, қызметкерлерге бағыт-бағдар береді. Ұжымдағы ұйымдастырушылық шаруалары аяқталысымен уақыт күттірмейтін қылмыстық істерді қарауға аттанады. Судьялар Тыныштық Нуримова мен Оксана Дәурешова күнделікті қылмыстық істердің бүге-шүгесіне дейін зерттеп, сот процестерін жүргізеді. Одан бөлек судьялар сот тәжірибесіне талдау жасап, заңнамалық өзгерістерді жіті қадағалап отырады. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде сот қызметіне қатысты азаматтардың сауалдарына жауап береді. Ауқымды ұйымдастырушылық жұмыс кеңсе басшысы Әсем Аманқосқызы Спановаға тиесілі. Ол жоғары саты соттарынан түсетін тапсырмаларды пысықтап, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Судьялар қызметін ұйымдастырудағы маңызды міндет сот отырысының хатшылары Құрмет Орысбаевқа, Әсем Жақсылықоваға және Альбина Айсагалиеваға жүктеледі. Олар сот отырысына тараптарды шақырып, сот процестерін ұйымдастырып, залдарды дайындап, хаттама жүргізеді. Сот үкімдерін орындауға жолдайды. Бас мамандар Болған Мурзагалиева сот статистикасын жүргізсе, Асылай Дүйсенова сот мұрағатында істердің сапалы сақталуына жауап береді. Жас мамандар Айшуақ Қалдығұлов пен Жахангир Наригеев тергеу органдарынан келген том-том істерді тіркеп, олардың дұрыс рәсімделуін тексереді. Олар хат-хабарларды кіріске алып, шығыс хаттарды жолдайды. Сот қызметкерлері мен сот ғимаратының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сот процестерінің тыныштығын бақылау, сот приставы Мирам Жұбановтың міндеті. Қазір эпидемиологиялық ахуалға байланысты сотқа келген әрбір адам өзінің және өзгенің денсаулық қауіпсіздігі үшін ашық қосымшасы арқылы кіреді. Сосын ішкі істер бөлімінің күзет қызметкеріне азаматтарды тіркеу журналына тіркеледі. Жеке куәлігін, шақыру қағазын көрсетеді және келу мақсатын хабарлайды. Сот ғимаратының фойесінде құқықтану бұрышы, сот отырысы тағайындалған істердің кестесі ілінген.
Сот кеңсесі яғни фронт офис жұмысын жүргізу нұсқаулықпен белгіленген құжаттармен жұмыс істеудің қағидалары мен тәртібіне сәйкес ұйымдастырылған. Барлық кіріс хат-хабарлар, қылмыстық істер, жадығаттар төрелік жүйесіне тіркеледі. Тіркелген қылмыстық істер материалдар автоматты түрде бөлінгеннен кейін судьяға беріледі. Қазіргі таңда кейбір істер электронды түрде келіп түседі. Әділ шешіммен әділетті үкім шығару әр судьяның қасиетті парызы. Олардың кәсіби біліктілігі ғана емес, адамгершілік, моральдық қасиеттері де мол болуы маңызды. Сотта арнайы компьютермен жабдықталған 3 сот отырыс залы бар. Залда дыбыстық, бейнебақылау қондырғылары орнатылған. Барлық тараптар микрофонмен қамтамасыз етілген. Пандемияға байланысты карантиндік шаралар бойынша сот процестерін онлайн форматта өткізуге де толықтай мүмкіндік жасалған. Сотта судьялар мен мамандардың компьютерлерінде арнайы заң базасы орнатылған. Судьялар мен сот отырысы хатшылары заңға енген өзгерістер мен толықтырулармен уақытылы танысып, кәсіби деңгейін жетілдіреді. Ал соттың мұрағатына қылмыстық істер нұсқаулыққа сәйкес қабылданып сақталады. Мұрағаттар бөлімін мұрағатшы маман жүргізеді. Сонымен қатар сотта айғақты заттарды сақтау үшін арнайы бөлме қарастырылған. Сот ғимараты материалды техникалық жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілген. Қылмыстық істер тараптардың қатысуымен сот залында қаралады. Карантин режимдері күшейтілген кезде бейне байланыс режимінде де қаралады. Тәуелсіз мемлекетіміздегі биліктің бір тармағы сот билігі де осы технологиялармен толықтай жабдықталған. Яғни заман ағымына сәйкес іс жүргізудің жаңа жүйесінде игеріп жатыр. Азаматтар мен ұйымдардың заңды мүддесін қорғауда ата заңымыз Конституция, басқа да заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің орындалуы міндет. Және екі жақтың да деректерін жан-жақты сараптап, тексеріп, заң тұрғысынан баға беріп, таразы басын тең ұстап, әрбір адамның тағдырына асқан жауапкершілікпен қарай отырып, әділ шешім немесе үкім шығарып, халықтың сенімі мен құрметіне бөлену абырой. Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьялары мен мамандары өздеріне жүктелген жауапкершілік үрдісінен шығып келеді.